Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастайық. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті сөйлеуді дамыту. Сабақтың тақырыбы өмірге келдім. Балалар, бүгінгі сабақта сөздер мен фразалардағы дыбыстарды дұрыс дыбыстау, берілген тақырып аясында диалогке қатысу, қарым-қатынастағы түрлі жағдаяттарда әдептілік сөздерін қолдана білу, тыңдалған мәтіндегі ақпаратты сурет, сызба белгілерін қолданып жеткізуді үйренетін боламыз. Олай болса, балалар, шаттық шеңберін құрайық. Кел, балалар, күлейік, күлкі менен түлейік, қабақ түйгенне керек, көңілді боп жүрейік. Бәрекелді балалар. Балалар, өткен оқу іс-әрекетімізде қандай тақырыппен таныстық? Әрине, жолда абайла тақырыбы бойынша әңгімеледік. Суреттегі әрбір жол түрлерімен таныстық. Жол белгілері нені білдіретінін және не үшін қажет екенін анықтаған болатынбыз, иә балалар? Ендеше бүгінгі жаңа тақырыпта қазақтың әр түрлі салт дәстүрлерімен танысатын боламыз. Балалар, сендер салт дәстүр сөзін қалай түсінесіңдер? Салт дәстүр дегеніміз әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс тіршілігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып қалыптасқан ғұрыптардың жиынтығы екен. Салт дәстүр байлығы мәдениеттің байлығы. Мысалы, ата-ананы, үлкенді құрметтеу, байғазы, көрімдік, сүйінші, кәде сұрау, сәлем беру, ат тергеу тағы басқа, осылардың барлығы салт дәстүрлерге жатады екен. Олай болса, балалар, әліппе дәптермен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырмада суретте қандай салт дәстүр бейнеленген? Ол туралы не білесің? Балаларға арналған тағы қандай дәстүрлер бар? Бірінші суретте бесікке салу дәстүрі. Бесікке салу нәрестені алғаш бесікке бөлу рәсімі. Бесікке саларға шақырылған ауыл үйдің әйелдері шашуын, жол жоралғысын ала келеді. Баланы алғашқы бөлу үлгілі ұрпақ өсірген қадірменді әйелге тапсырылады. Ол қасындағы бір-екі келіншектің көмегімен бесікті жабдықтайды. Сәбидің әжесі немесе анасы төбектің тесігінен балаларға тәтті үлестіреді. Осыдан кейін бесікті отпен аластап баланы бөлейді. Үлкендер батасын беріп тілек айтады және бесік жыры айтылады. Олай болса, балалар, бесік жырынан үзінді қарай қойыңдар. Келесі екінші суретте тұсау кесу салты. Тұсау кесер сәби қаз тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып. Ол үшін арнайы ала жіп дайындалады. Бұл біреудің ала жібін аттамасын деген ұғымнан шыққан. Тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап жүгіртеді, шашу шашылады. Ал үшінші суретімізде, балалар, атқа мінгізу салты. Баланы атқа мінгізу ата-ананың баласының алғаш атқа міну қуанышына жасайтын тойы. Атқа мінгізу жоралғысы бала 5-6 жасқа келгенде жасалады. Баланы атқа мінгізетін күні ауыл адамдары түгел жиналады. Олай болса, екінші тапсырмаға назар салайық. Баланың жасына қарай суреттерді сәйкестендір. Нәрестенің суреті мен бесікті, 1 жастағы бала мен ала жіп және қайшыны, 5-6 жастағы бала мен ер тоқымды атты сәйкестендіреміз. Үшінші тапсырмада жұмбақ шешейік. Әкесі баласын көтереді, баласы бөркін көтереді. Бұл не болды, балалар? Әрине, жұмбақтың жауабы кереге, оқ, шаңырақ. Екінші жұмбақ 4 бұрышты, 1 ауызды. Ол не екен, балалар? Әрине, ол сандық. Балалар, бүгінгі оқу іс-әрекеті ұнады ма? Сабақты түсіндіңдер ме? Сабақты қалай түсінгендеріңді мына смайликтер арқылы көрсетіп кетіңдер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.